Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге үй жағдайында балаларымызға чупа-чупс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге секер керек, бал керек және су керек. Негізі чупа-чупсты жасаған кезде балдың орнына өзінің қолданатын сұйықтығы болады, бірақ оны үй жағдайында балды қолдансаңыз болады. Осылайша барлығын грамдап өлшеп аламыз. Барлық толық нұсқаны грамдарын төменге дұрыстап жазып кетемін. Осылайша газымызға қоямыз, және де осылай кішкене көпіршіктене бастағаннан кейін астын кішкене басып қоямыз. Осылайша араластырып отырамыз. Осылайша жай отта кішкене қайнауы керек, біздің массамыз қоюлануы қажет. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша краситель қоссаңыз болады, ол бірақ міндетті емес. Мінекей осылайша красителімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Біздің чупа-чупсымыздың дайын болғанын осылай спашка арқылы тексеретін боламыз. Спашкамызды осылай массамызға батырып, содан соң салқын суға батыратын боламыз. Салқын суға батырған кезде біздің массамыз қолмен ұстаған кезде, егерде қолыңызға жабысып тұрған болса, біздің чупа-чупсымыз әлі дайын емес. Кішкене уақыт 10 минуттай тағы да қайнатып, содан соң тағы да спашкамен тексеретін боламыз. Мінекей тағы да 10 минут қайнаттық, содан соң тағы да осылай шпажканың көмегімен салқын суға батырамыз. Содан соң тағы да қолымыздың көмегімен осы массамызды ұстап қараймыз. Егер ұстаған кезде біздің массамыз банағыдай қолыңызға жауыспайтын болса, сол кезде ғана біздің чупа-чупсымыз дайын деген сөз. Сол кезде ғана оттың астын сөндіріп, чупа-чупсымызды дайындаймыз. Мінекей осындай масса бізде пайда болады. Айта кететінім, бізде осы массаны дайындаған кезде ыдысыңыздың асты жұқа болмау керек, қалыңдау ыдыс болғаны жөн. Әйтпесе сіздің массаңыз күйіп кетеді, дәмі шығып кетеді. Мінекей осылайша дайын массамызды тез-тездетіп, осылайша дайындап аламыз. Егерде сіздің чупа-чупсыңыздың силиконовый ыдыстар болады, соны сатып алсаңыз, сізде түп-түзу әп-әдемі болып шығады. Менде ондай ыдыс болмағандықтан осылай жасап шықтым барлығын. Мінекей, ең соңында осылай біздің массамыз қоюлана бастаған кезде, осылайша барлығын қалған құрамдарды жасап тастасаңыз болады. Мінекей осылайша біздің чупа-чупсымыз дәмді болып шығады. Үйден жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша чупа-чупстеріңізді әсемдесеңіз болады. Айта кететін, осылай чупа-чупсымыз алған кезде жабысып қалмау үшін біз доскамыздың үстіне пищевой пленкамен орап аламыз. Егерде пищевой пленка орамай соның үстіне жасайтын болсаңыз, біздің массамыз жабысып, чупа-чупсымыз алынбай қалады. Кондитерлік магазинде осылай чупа-чупсты орайтын арнайы пакетиктер және мысалы лентаның орнына өзінің арнайы орайтын құралдары болады. Соларды сатып алсаңыз болады, немесе осылайша мен сияқты үйдегі бар құраммен осылайша әдемі етіп орап алсаңыз болады. Мінекей осылайша біздің чупа-чупсымыз дайын. Егерде сізге ұнаған болса, видеома хотя бы лайк басып кетуіңізді сұраймын. Рахмет көп-көп. Сізге ұнады ма, төменге жазып кетсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте жеңіл жасалады. Балдарыңызға сөзсіз ұнайды.